Баршаңызға сәлем. Алма мен қоюлатылған сүтті салмадан синабона тоқаштарын рецептісімен бөлісемін. Алдымен ыдысқа електен өткен ұн, ашытқы, қант, шымшым тұз қосып араластырамыз. Басқа ыдысқа ерітілген сары май, бір жұмыртқа, өсімдік майын, жылы сүт құйып араластырамыз. Құрғақ ингредиентке сұйық ингредиенттерді құйып, жақсылап араластырамыз. Біртіндеп електен өткен ұнды қосып, жұмсақ серпімді қамыр илейміз. Қамырдың бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 30-40 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Тазартылған алмаларды үккіштен өткізіп алып, лимон шырынын, қант, корица қосып араластырамыз. Қамырымызды илегенге дейін шетке қойып қоямыз. Көтерілген қамырды илеп, екі бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті максималды жұқа тік төртбұрыш етіп жайып аламыз. Бетіне қоюлатылған сүтті жағып, оның бетіне алмадан салмамызды саламыз. Салманы салмас бұрын барлық артық шырынын сығып аламыз. Салманы бір келкі тегістеп, орап шетін түйеміз. Пышақты өсімдік майымен майлап, әр ораманы 8 бөлікке бөліп аламыз. Пергамент қағазы төселген противеньге салып, бетін пищевой пленкамен 20 минутқа жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Содан кейін тоқаштарды 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, ерекше алма мен қоюлатылған сүтті салмадан синабоналарымыз дайын. Бетіне қалауларыңыз бойынша қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Өте жұмсақ, дәмді, ерекше салмасы бар тоқаштарды міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.